Айдос Шерханның быт-шытын шығарды. Күтпеген жағдай орын алды. Ақбота мен Айдостың ең алғашқы кездесуінде тосын жайттар орын алды. Ақботаның 23 жастағы үміткері Айдос кездесудің бірінші күнінде Ботаға қымбат гүл шоқтарын сыйлады. Кешкі ас ішуге ерекше романтикалық кездесу жасады. Бота әлеуметтік желі арқылы Айдоспен кездесуін тоқтаусыз жариялады. Оны көрген Шерхан Ботаға қоңырау шалды. Боташым, сені ұмыта алмай жүрмін деп жылап жіберді Шерхан. Ақбота Шерханға бітті, мені мазалама деп ашуға болықты. Мұны естіген Айдос Шерханға сенікі жайма деп сөзге келді. Сен бәрібір мендік боласың Бота деп айқайлады Шерхан түн ішінде. Ақбота телефон тұтқасын тастай салды. Айдос Ботамен түнгі серуенге шықты. Бота қуанышын баса алмай махаббатқа толы көздерімен терең құмарлықпен тоқтаусыз қарады. Бота қызымыздың мұңды көздері әп-сәтте махаббатқа айналды. Айдостың да Ақботаға деген сезімі ашылып, ерекше кездесу романтикаға ұласты. Осыдан кейін Шерхан Инстаграм желісінде пост жазды. Ботаға ұсыныс жасадым, кешірім сұрадым да күресуге тырыстым. Ақбота қаламаса амал бар ма? Кінә өзімнен, деді Шерхан. Естеріңізге сала кетейік, Ақботаға Ақтөбеден Айдос есімді үміткер келген болатын. Үміткер эфир барысында Ақботаның мінезі мен менің мінезім өте ұқсас деді Айдос. Кейбір қатысушылармен сөзге келіп қалды. Шымылдық ашылған соң Айдосты көрген Ақбота мәз. Менің ойымдағы мысымды басатын жігіт деді Бота қызымыз. Шерхан ештеңе айтпады. Ол басын төмен салып отырды. Естеріңізге сала кетейік, Ботаның Шерханға деген махаббаты сөнді. Бірінші себеп Шерханның мінезі болса, екінші себеп туыстар мен анасының Ботаға қарсылығы. Кейбір мәліметтер бойынша Шерханның Ботаға деген сезімі мүлдем жоқ. Шерханға көрерменнің ықыласымен мен ілтипаты ғана ұнады. Шерханның бұл сезімнен оңайлықпен арылуға ниеті жоқ сияқты.